Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге жақында ғана жарық көріп, елдің аузындағы әңгімеге айналған Last of Us, яғни бізден соңғы қалғандар фильмі жайлы айтамыз. Видео ойын сүйер қауымы жақсы біледі. Тікелей аттас Last of Us видео ойынның желісімен түсірген. Жарық көрісімен бұл туынды көптің көңілінен шығып жоғарғы бағалауды алуда. Жалпы соңғы эпизодтарда болмаса, кіріспеде қазір айтатын көп дүние жоқ. Сондықтан тура желісіне көшейік. 1968 жыл. Екі профессор ғалым бір ток-шоуда әлемдік пандемия жайлы әңгіме өрнетуде. Біреу Мадагаскарда тараған жаңа вирус Чикагоға келсе, әлемдік пандемия болуы мүмкін дейді. Ал екіншісі, жаңа вируста аса үлкен қауіп жоқ деп санаймын. Өйткені карантин сынды әрекеттермен вирустың таралуын тоқтатып, ұтқан уақытта вакцина жасауға мүмкіндік бар. Жалпы вирус бактерияға адамзат қарсы әрекет істей алады. Бірақ еш әрекет істей алмайтын еш шара жоқ, бір қауіп бар. Саңырауқұлақ паразит. Паразит адамды тура өлтірмейді, ол оны баяумен басқара бастайды. Адамды ауыртудың орнына ой санасын өзгертеді. Мысалы, құмырсқа денесіне кірген паразит оның ми жасушаларына еніп, оны толығымен басқарады, дәл қуыршақпен ойнағандай. Және ол сол жәндіктің ішін өлмейтін дәрежеде жеп, өзіне үлкейіп көбейетін орта жасайды. Бұл саңырауқұлақ паразиттер тек кішкене жәндіктердің ішінде кездеседі ғой. Дұрыс. Олар тек 94 градусқа дейін ғана тірі болады. Сондықтан сүтқоректілерге әзір қауіпсіз. Бірақ әлемде жаһандық жылыну басталуда. Сондықтан паразиттерге тірі қалу үшін мутацияға, эволюцияға түсу керек. Егер олар өзгеріп шыдай алса, адамзаттың ақыры келеді. 2003 жыл. Сара деген қыз ұйқыдан ояна әкесіне таңғы ас әзірлеуге кірісті. Әкесі Джоэльдің бүгін 36-шы туған күні. Және олармен бірге Томми деген братан бірге өмір сүреді. Джоэл, бүгін жұмыс көп, сондықтан жай келемін дейді. Сол кезде радиода Джакартада бір сұмдық жайт орын алуда деген жаңалықтар айтылуда, бірақ оған үшеуі де мән бермейді. Одан бәрі үйден шығарда Сара бір қол сағатпен біраз ақшала шығады. Сара сабақтан кейін тура сағат жөндейтін жерге жүгіреді. Сөйтсек әлгі сағат әкесінің бұзылған сағат екен. Солай сағат жөндетіп тұрғанында көшеде шулаған жедел жәрдем көліктерінің дауысы шығады. Сол кезде шебердің зайыбы келіп, біздің Сараға тез кет, біз жауып жатырмыз деп жұлқылай кетеді. Сәтін салып шеберде жөндеп үлгеріпті. Аң-таң болған Сара жолда көршісіне соға кетеді. Сараның мақсаты көршісінен әдемі киноның дискісін сұрап алу. Сара таңдауын жасап, көрші тәтесінен сұрап үйіне тартады. Кешкісін жаңалықтардан зорлық-зомбылық қылмыстары аяқ асты көбейіп кеткені жайлы айтады. Ақыры Джоэл да үйге келді. Ал қызы Сара оған өзінің дайындап қойған сыйлықтарын көрсетеді. Джоэл қатты қуанып қалады. Сөйтіп екеуі жайғасып киносын көреді. Бірақ Сараның киносы өз жайына қалып, өзі прете түседі. Сол кезде Томми братан Джоэлға қоңырау шалып, бардау біреумен төбелесіп бөлімшеде жүргенін айтады. Сара түн ортасында даладағы у-шудан оянып кетеді. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ. Теледидардан үйден шықпа деген ескертуден басқа дым көрсетпей тұр екен. Сол кезде көршісінің далада үріп жүрген етін байқап аң-таң болған Сара көршісіне кіріп қараса, үйдегі әже тәтесі мен көрші көкесінің іші-қарнын шығарып қойыпты. Әрине, Сараны 90-нан асқан әже қуа жөнеледі. Сәтін салып Джоэл мен Томми де келіп үлгереді. Джоэл әжейді газовпен беріп қалып желкесін бері қаратады. Сөйтсек бұл жайды барлық қалада орын алуда екен. Үшеуі қаладан шығып кету үшін қала шетіне тартады. Қалада вирус па, бактерия ма, не екені белгісіз бір індет тарауда. Жұқтырғандар есінен айырылып зомбиге айналуда екен. Әрине, қашуды ойлаған олар ғана емес, жол бітелген кептеліс. Джоэл басқа жолға тартқанында әскерилер әлде қашан бұл жолды да бітеген екен. Ал қала ішінде сұмдық дүрбелең. Сол сұмдық арасында біздің үшеудің көлігі төңкеріліп қалады. Сараның аяғының буыны шығып кетіпті. Қызын көтеріп Джоэл қауіпсіз жер іздеуде.
Жоэл бір зомбиден қашып келе жатқанында біреуі зомбиді атып, екеуін аман алып қалады. Сөйтсек ол әскер екен. Және Сара індет алған болуы мүмкін деп екеуін өлтірмекке оқ жаудырады. Ал Жоэл жылдам қозғалып, оқтан бұлтымаққа тырысады. Одан әскер таяй бергенінде Томми келіп үлгеріп, әскерді өлтіреді. Және өкініштісі, Сараға оқ тиіпті. Көп ұзамай Сара көз жұмады. Арада 20 жыл өтті. Бір әлдермені кеткен балақай Бостондағы қорғаныс қалған аймаққа қарай жүріп келе жатып талып қалады. Әскерилер оны ішке кіргізіп, індет алған алмағанын тексереді. Құралда қызыл түс. Осылай амал жоқ, балақайға екпе егіп өлтіреді. Осындай жағдайда өлген адамдарды өртейтін жерде 56-ға келген біздің Жоэл жұмыс істеу жүр екен. Жұмысын істегеннен кейін Федра әскерилерінен тамақ картасын алады. Одан біз жаңа әлеммен танысамыз. Кешкі 6-дан таңғы 6-ға дейін карантин жүйесі. Және бұл жақта ақша деген зат жоқ. Барлығы тамақ картасымен саудаласады. Ал қаладағы ережені бұзған адамды көптің көзінше өлім жазасына кеседі. Сол кезде Жоэл бір әскериге дәрілерді беріп, темекімен біраз тамақ картасын алады. Сол уақытта Тесс есімді бір келіншекті Роберт деген сұмырай бопсалап отырады. Сөйтсек Роберт деген алаяқы Тесстің ақшасын алып, көліктің аккумуляторын басқаға сатып жіберіпті. Ал Тессті қинап ұстап отырған себебі мені кек алу мүмкін деп оны өлтірмекке ойы бар екен. Сөйтіп отырғанда дәл сол жерде жарылыс болады. Тесс есін жинап қараса, далада Федра әскерилері жүр екен. Жалпы осы Федра тобының Жарық қоңыз деген жаулары бар. Жарық қоңыз тобы үкімет билігіндегі әскери топ, ал Федра дербес. Одан біз дәл сол Жарық қоңыз тобында қамауда отырған Элли деген қызды көреміз. Және жаңа әлемде тамыз уақыты шегерілгендіктен бәрі хат арқылы хабарласады. Жоэл жалғыз жақыны Томмидан хабар келді ма деп Ферри деген көкеден сұрайды. Ал Ферри 3 апта болды, Томмидан еш хабар жоқ дейді. Сөйтіп Томмидің болуы мүмкін жерлерін картадан көрсетеді. Жоэл үйге келіп, қару сайманын дайындай бастайды. Және әлгі Тесс деген келіншек Жоэлмен әріптес екен. Тесс Жоэлға Робертке қалай алданғанын, аккумуляторды сатып жібергені жайлы айтады. Содан екеуі жасырын Робертті тауып, аккумуляторды тартып алып, Томмиді іздеуге жоспар құрады. Жарық қоңыз базасы. Мына Марлен деген келіншек Бостондағы Жарық қоңыз тобының бастығы. Жарық қоңыздар Федрасында үкіметке қатысы жоқ әскери топтарды құртуды қалайды. Сол кезде біздің Жоэл мен Тесс Роберттің мекен-жайын тауып алады. Сөйтіп олар Робертке тартады. Жолда біз паразит жұқтырып, толығымен саңырау құлақ басқан өлген мәйітті көреміз. Одан олар құрылыс ішіне кірсе, Роберттің адамдары түгелмен өлген екен, және Роберттің өзі де. Сөйтсек Роберт әлгі Марленге қолданысқа жарамайтын өтірік аккумулятор сатпақ болып ұсталып, Марленнің Жарық қоңыз тобына өлтірілген екен. Және әлгі Томми Жарық қоңыз тобына қосылып кетіпті. Ал біздің Жоэл Федра тобының адамы. Сол кезде Марлен Жоэлға, мына Элли деген қызды біздің адамдарға жеткізіп берсең, Томми бауырыңды табуға керек жарақ, қару, көлік, азық-түлік барлығын беремін, дейді. Олар келседі. Сөйтіп Жоэл, Тесс, Элли үшеулетіп үйге келеді, және қаладан шығатын жоспар құру керек. Жоэл қолына әлгі сағатты әлі тастамай тағып жүр. Сағат әлде қашан бұзылған. Элли Жоэлға мына қоршау сыртына өмірінде шығып көрмегенін айтады. Ал Жоэлдің ойында мына қыз неге сонша маңызды екен деген ғана ой. Кеште болды. Біздің үшеу жер асты құбыры мен қоршаудан өткенінде бұрышта дәрет сындырып тұрған әскериге ұсталады. Сөйтсе ол әскер Жоэлдің сауда істеп жүрген әскері екен. Бірақ бәрібір ол әскер олардың паразиті бар жоғын тексереді. Тесс жасыл жанды, Жоэл да жасыл жанды. Ал кезек Эллиге келгенінде Элли пышақпен әскеридің аяғын тіліп қалады. Бұл жайт Жоэлға бұрынғы Сара қызының өлімін еске түсіреді.
Жойл сөйтіп ашуға мініп әскериді өлтіреді. Және Эллидің нәтижесі қызыл түс болыпты. Яғни Элли паразит жұқтырған деген сөз. Сол кезде Элли өзінің істелген жерін көрсетіп, 3 апта болды, менде бәрі дұрыс. Паразит жұқтырған ешкім 2 күнде шыдамайды дейді. Осылай үшеуі бірге ары қарай жолды жалғастырады. Осылай бірінші бөлімнің соңы.